Ассалаумағалейкум баршаңызға, сіздермен Микон ТВ офишал. Құрметті достар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мына фотода Хунза тайпасының мынау әкесі, мынау баласы. Бүгін осы Хунза тайпасы туралы айтатын боламыз. Бүгінгі тақырыпта жер шарында ауру сырқатсыз ұзақ өмір сүретін тайпа бар десе сіз сенесіз бе? Солардың бірі солтүстік Индияның Гималай тауының Хунза өзенінің жағаласында орналасқан Хунза тайпасы. Олар кемінде 150 жасқа дейін жасайды екен. Прикинь, бұл бақытты Хунза тайпасы теңіз деңгейіне 2000 биіктікте орналасқан. Прикинь, неге оларды Хунза тайпасы деп атайды? Өйткені оларды тұрғылықты жеріне байланысты Хунза тайпасы деп атап кеткен. Олардың ең ұзақ жасайтын жасы 150 жас. Және де 100 жастағы адам ол жақта егістікте егін егіп, емін-еркін жүре береді. Және де тауға өрмелеп шыға береді. Оларға бұл кәдімгі күнделікті болып жатқан процесс секілді. Көптеген тарихшылардың айтуы бойынша бұл Хунза тайпасын Александр Македонскийдің әскері құрған деседі. Көбінесе Хунза тайпасын европалықтарға ұқсатады. Олардың көздері көк, шаштары сары болып келеді. Хунза тайпасы 150 жас жасайтындай не жейді дейсіздер ғой? Олардың көбінесе жейтін тағамдары шикі, жеміс жидектер. Ал қыс айында көбінесе кептірілген өрікті жейді екен. Еще хунзалықтар жылына 2 айдан 4 айға дейін тамақ жеуден бас тартады. Бірақ та өкінішке орай бұл Хунза тайпалықтар ең кедей болып есептелінеді. Себебі қыс айларында тастан жасалған тас үйлерде, тас үңгірлерде тұрады. Мысалы, оларға -15 градуста таудан аққан бұлақ суға шомылу кәдімгі біз бассейнге шомыламыз ғой жазда. Сол сияқты әшін оп-оңай дүние екен. Хунза тайпасының бұлай ауру сырқатсыз көп жас жасауының себебі не деп ойлайсыз? Бұны хунзалықтар бұлай түсіндіреді. Күнделікті ет тағамын, майлы тағамдарды аз жеп, жеміс жидектер және де әрдайым қимыл қозғалыста болу. Олар күніне 30 шақырым, 40 шақырымды жаяу әшін жүріп өтеді екен. Және де өмірге деген құштарлық болып, әр нәрсеге ашулана бермей, сабырлық танытуда дейді. Бүгінгі таңда бұл Хунза тайпасының саны 90 мыңға жеткен екен. Және де Хунза тайпасында әйел адам 60-65 жаста босанып жатса, оған ешкім таңғалмайды. Көптеген туристар бұл тайпаға қызығып, барып, сұхбат алып көрген екен. Бұл халықты олар өте сабырлы және де ислам діні, ең бастысы ислам діні аузында Алла деген сөзі бар адамдар және де европалықтарға ұқсайды деп айтқан екен. Хунза тайпасы туралы бар ақпарат менде осы. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ойыңызбен комментарий бөлімінде бөлісіңіз, тіркеліңіз, лайк басыңыз. Баршаңызға рахмет. Жанар таудай жан жүрегім, жаным сені сағыныпты.